Ассалаумағалейкум, бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода мына есік дұрыс жабылмай тұр, себебі арасындағы зазорымыз аз, яғни есігіміз жаңағыдай ашылмай тұр. Мына жердің бәрі сырылады. Сондықтан есіктің мына топса жағынан фрезермен алу керекпіз. Соны қазір аламыз, содан кейін қайтадан орнына орнататын боламыз. Мінекей осы тілі тіреп тұр, яғни есік сырып тұр. Мінекей есігіміз тіреліп тұр, жабылмай. Енді осы есіктің ұшы жағын бізге қазір фрезеровать етіп алу керек болады. Мінекей тіреліп тұр. Есікке осылай направляющий қойып қойымыз, правиламен қысып. Енді осы струбциналардың арасын ауыстырып отырып, осы фрезермен алып шығамыз. Үстің жағында подшипнигі бар. Мінекей былай жүрген кезде подшипнигіміз правилаға тиетті, фрезамыз алатын болады. Осылай бір қабат алып шығамыз, одан кейін фрезаны төмен түсіріп, мына екінші астыңғы қабатын аламыз. Мінекей есігіміздің үстіңгі қабатын алып шықтық. Енді қазір астыңғысын алатын боламыз. Қазір мінекей астыңғы қырын аламыз. Мінекей фрезеріміз төмен түсіп тұр. Подшипник енді жаңағы алған жермен жүретті. Фрезамыз қалғанын алатын болады. Мінекей есігіміздің асты да үсті де таза алынып тұр. Енді мына топсаның орындарын белгілеп, осылай астың жағына белгі беріп қою керек. Себебі қазір осы кромканы жабыстырамыз. Әрине осы түске сәйкес кромка болмады, бірақ еріксіз осындай ақ түстен алуға тура келді. Енді бұл арт жағында тұрады, топса жағында көрінбейтін болады. Мінекей есігімізге кромканы жабыстырып болдым. Енді мына жерде салғанда кішкене жерлерін жыртып жіберген екен. Мына жақтары да солай. Енді қазір есігіміз жауып көрейік. Мінекей қазір енді зазор бәрі жақсы болып тұр, яғни ешқандай да сырмайтын болады. Мінекей мына жағынан осылай шықты. Енді егерде осылай есіктеріңіз қысып қалатын болса, фрезермен осы топса жақтан алып, осыған сәйкес түсті кромкамен жабыстырып қойсаңыздар болады. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.